Мен ұшқыш болуды армандадым. Әйел ұшқыштардың ерлігі туралы естідім. Ұшқыш бола алатыныма көзім жетті. Мен өз шешімімді ата-анама айттым. Әкем де, шешем де қарсылық білдірген жоқ. Сенің алдыңда үлкен жол жатыр. Таңдағаныңа түс. Ұшқыш болам десең, өзің біл, деді. Сол күні менен асқан бақытты адам болған жоқ шығар. Маған мектептегі және аэроклубтағы оқуды бірдей алып жүруге тура келді. Міне, мен бірінші рет парашютпен секірдім. Ұшақ алғаш айналғанда мен секіре алмадым. Екінші айналуда секіріп парашют сақинасын тартып қалдым. Парашюттің жаймен қалықтай бастағанын көрмедім. Іштей сезіндім. Мен биік аспанда ертегідегі әткеншек үстінде отырғандаймын. Ешқандай үрей де, қорқыныш та жоқ. Парашют баяу қалықтап келіп қонды. Алаңда құрбыларым мен нұсқаушы күтіп тұр екен. Осы бір сәтте әлі де ұша түскім келді. Қаһарман қыз Хиуаз. Құрастырған Нұрперзент Домбай. Хиуаз Доспанова қазақтан шыққан тұңғыш әйел ұшқыш. Екінші дүниежүзілік соғыста көрсеткен ерлігі үшін халық қаһарманы атағы берілген.